1 балдан 10 бал жер сілкіністерінің қуаты қаншалық? 1 бал жер сілкінісі инеліктің қанатын қаққан тербелісіне ұқсайды. Оны тек нәзік жер сілкінісін өлшегіш аспаптар ғана байқай алады. 2 бал жер сілкінісі адамның жүрегінің қатты соққанына ұқсайды. 3 бал жер сілкінісінде жоғары қабатта отырғандар стакандағы судың жеңіл толқуын көре алады. 4 бал жер сілкінісі жер шарының электростатикалық реакциясына ықпал жасап, ит, мысық сияқты хайуанаттар сезіне алады. 5 бал жер сілкінісінде там қабырғалары жарылып, аспалы шырақтар қатты тербеліп, ұйқыдағы адамдар оянып кетеді. 6 бал жер сілкінісінде үйлер құлап, жер бетінде сызат пайда бола бастайды. 7 бал жер сілкінісінде биік ғимараттар лезде құлайды. Алайда жер сілкінісіне шыдамсыз салынған құрылыстарға ештеңе етпейді. 8 бал жер сілкінісінде жер беті орасан зор дәрежеде жарылып, мыңдаған адамдар қашуға да үлгере алмай қалады. 9 бал жер сілкінісі Чилиде болған жер сілкініс. 9 жанартау бір уақытта атылып, орасан зор теңіз шайқалысы Тынық мұхитты басып өтіп, Жапонияның теңіз жағалауындағы қалалар су астында қалыпты. 10 бал жер сілкінісінің қуаты 151 тонна қопарғыш дәрі бір уақытта партылағанмен барабар. Адамдар әлі 10 бал жер сілкінісін бастан кешірген жоқ. Егер туылатын болса, бүкіл құрылыстар қасқағанда күйіп, теңіз суы мен магмалар құрлықтарды лезде жалмап, 5 минутқа жетпей бүкіл адамзаттың тұқымы тұздай құриды.